Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Арнамызға қош келдіңіздер. Тіркеліп, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Қазақ халқы ежелден адамгершілікті, инабаттылықты, сыйластық пен сыпайылық қасиеттерді өз бойына сіңіре білген дуалы, салиқалы, от ауызды, орақ тілді дана қарттарымызды құрметтей білген. Бүгін сіздермен қарттар жайлы нақыл сөздермен, қазыналы сөздермен бөлісетін боламын. Арнамызбен бірге болыңыздар. Егер қарттар өздерінің көрген білгендерін жастарға айтып отырмаса, онда қарттардың өздері кінәлі. Платон. Жастық шақ даналықты меңгеруге арналған уақыт, ал кәрілік оны қолдануға арналған уақыт. Руссо. Бірде бар ынта-ықыласымен еңбек етіп жатқан боз балаға сүйсінген Демокрит. Сен қарттығын ғажап тосап әзірлеп жатырсың деген екен. Үй сыртында төбең болса, ерттеулі атың, ел ішінде қазыналы қартың болса, жазып қойған хатың. Төле би. Қарттың жақсысы жастың жақсысын күн демейді. Шал Құлекеұлы. Есті адамның сөздерін ескеріп жүрген кісі де есті болады. Абай. Қарт адамдардың үйренуге де, ақыл айтуға да қатысы бар. Сухомлинский. Сен келген жоқсың өмірге, тек қана ішіп жейін деп. Келмеп пе ең осынау өмірге, сен де бір нәрсе дейін деп. Айта алмай кетпе, айтып кет, айта алмайсың қайтып кеп. Асқар Тоқмағамбетов. Біз көрген шалдар қартайып қалдым деп өкінбейтін, қайта Құдайға шүкір, қариялыққа да аман-сау жеттік-ау, бұған да тәуба деп отыратын. Немат Кемілбаев. Жасында көргені жоқтың, өскенде айтары жоқ. Ғабиден Мұстафин. Жастығым өтті деп не керек уайымғып, жігіттік дегеннің қарттыққа дайындық. Жылама ағайын, жастығым тәмам деп, жыла сен қарттыққа дайындық жаман деп. Қадыр Мырзалиев. Кәрілікке емтихан тапсыратын шәкірттей дайындал. Әбдіхам Шілтерханов. Қария өзімен тең отырып, ой бөлісетін, сөз қадірін өз қадіріне байлайтын. Терең тамырлы құйма құлақтарды аңсайды екен-ау. Шыңғыс Айтматов. Ақылды қарттар жастарға кедергі емес тірек болады, бәсекелес емес мұғалім болады. Балалықтың пәктігін, жігіттіктің шаттығын, егделіктің сабыры мен сақтығын сақтап қалған қарт бақытты. Өзің қартаң тартсаң да, сөзің қартаң тартпасын. Қарты бар үйдің қазынасы бар. Қария даналық пен өмір тәжірибесінің қайнар көзі. Өсиет те қарттарда, қасиет те қарттарда, қасірет те қарттарда. Әбдіхам Шілтерханов. Бала кезіңде оқығаныңды қария кезіңде түсінесің. Жастар армандайды, қарттар есіне алады. Жақсы адам қартайса жазып қойған хаттай, жаман адам қартайса бықсып жанған оттай. Өсетін елдің қарты қазына болар, өспейтін елдің қарты қазымар болар. Даналық қарттық бірге келе бермейді, кейде қарттықтың бірі өзі келеді. Қария бәріне сенеді, орта жастағы адам бәрінен күмәнданады. Жас адам бәрін біледі, қарттардың бәрі кезінде бозбала болған, ал бозбалалардың бәрінің қарттыққа жетер-жетпісі неғай біл. Демокрит. Қартыңды сыйлай біл, күндердің күні болғанда, кімдердің белі бүгілмес. Бұқар жырау. Кәрілікке күлмей, өзің де соған қарай кетіп бара жатырсың ғой. Менандр. Жасында байқары жоқтың, жасы жеткендей айтары жоқ. Көп жасағаннан сұрама, көпті көргеннен сұра. Халықтан қайырымдылықты, қариядан байымдылықты үйрен. Ел қариясы, ел қазынасы. Қарт адамның басына күн туып, жан сақтар қайраттан айрылса, шаман келгенше жәрдемдес. Әлішер Науаи. Неменеге жетістің бала батыр, қариялар азайып бара жатыр. Бірі мініп келместің кемесіне, бірі күтіп әнеки жағада тұр. Мұқағали Мақатаев.
Мен қарапайым қарттарды сүйем, не деген керім еді. Не біледі осы жұрт, не біледі? Бабалардың баласы қариялар сиреп бара жатқандай көрінеді. Мұқағали Мақатаев. Әруағыңнан айналдым ұлы шалдар, өздерің жоқ сөздерің тірі шалдар. Светқали Нұржан. Есіне бәрін сақтаған, қағаздай қылып қаттаған, шежіре қартты күтіңдер, пайғамбар жасын аттаған. Әбдіхан Шілтерханов. Арқасынан ардың жүгін артқандай, батырлығы арғы атаға тартқандай. Мойымаған қиындыққа төзімді, бұрынғының қыран қабақ қарттар-ай. Қарттарым, сіздерге Алла саулық берсін, денсаулық ауыз бірлік бола берсін. Тап-таза абыройлы болғаныңды кейінгі ұрпағымыз жастар білсін. Жақсы қартайса, жазып қойған хаттай, жаман қартайса, бықсып жанған оттай. Қарты бардың жұрты бар, кемпірі бардың құрты бар. Қарттың айтқан істе, жастың тапқанын же. Бүгіннің қартымыз, кешегінің артымыз. Қарты бар елдің қазынасы бар, қызы бар елдің базынасы бар. Шалды шақыр асыңа келсін, шалдығына күл басыңа келсін. 6-ға дейін бала ерке, 60-тан кейін шал ерке. Жасында байқары жоқтың, жасы жеткенде айтары жоқ. Жігітке шалға қарттық, ал жігітке жастық жарасады. Жас жүрген жер мереке, қарт жүрген жер береке. Қартайған ата марқаяр, қанатын жазып қызы өссе. Қартайған ата марқаяр, халыққа жағып ұлы өссе. Қарт келсе асқа, жас келсе іске. Қартың болса жазып қойған хатпен тең. Көп қарттың ішінде бір бала дана болар, көп баланың ішінде бір қарт бала болар. Кәрісі кімнің бар болса, хаты соның қолында. Қарттар сөзі бекер кетпейді, шыбық ексең бақ үзілмейді. Қарт кебінін қапта сақта, өлігін апта сақта. Қарты бар үйдің құты бар. Қарт кісіні қадірле, өзің де қарт боларсың. Халықтың қартын сыйлауы, елінің салтын сыйлауы. Ақыл жастан шығар, жүйрік аттан шығар, ақыл қарттан шығар, асыл тастан шығар. Ақылсыз қарт өкінішпен қартаяр, есті қарт қайғырмай-ақ қартаяр. Ауылыңда қартың болса, жазып қойған хаттай болар. Есік алдында төбең болса, ерттеп қойған аттай болар. Ескі мақұл дауласса, сөздері асқар алатаудай болар. Әкеңе игілік етсең, балаңнан соны күт қартым. Балалар ойнап жүріп су төгеді, қарттар тайып жамбасын сындырады. Сыйлай білсең кәріні, жарылқаймын бәріңді. 6 жасар бала алыстан келсе, 60 жасар кәрі алдынан шығар. Қарт адамдарға, әкелерге және аналарға құрмет көрсетілмейтін мемлекет құлдырауға жақын. Қария бәріне сенеді, орта жастағы адам бәрінен күмәнданады, жас адам бәрін біледі. Қасында ақсақалдар болған кезде бала болу оңай, қарттарды жоғалтқаннан кейін бала болудың қаншалықты жақсы екенін түсінесің. Қартайған кездегі ең жаман нәрсе бұл өз балаларыңыздың кеңестерін тыңдау. Кәрілік деген шаршаудан гөрі демалуға көп уақыт кететін кезең. Жастардың берекесі күш пен сұлулық, шалдардың берекесі ақыл. Қариялық даналық пен өмір тәжірибесінің қайнар көзі. Кәрі адамға күлме, сен де кәрілікке жетесің. Жас кезінде жасаған күнәларды қартайған кезде өтейсің. Ең өкініштісі қартаюдың жақындаған емес, жастық шақтың өтіп бара жатқандығы. Ұрпақтарының саны достарының санынан асса, бұл қартайғандықтың белгісі. Жастар болашақпен, шалдар өткенмен, тек балалар ғана бүгінгі күнмен өмір сүреді. Ақылды қарттар жастарға кедергі емес, тірек болады, бәсекелес емес, мұғалім болады.
Жастар армандайды, қарттар есіне алады. Өмір үш кезеңге бөлінеді. Алдымен Аят атаға сенесің, сосын Аяз атаға сенбейсің, аяғында өзің Аяз ата боласың. Қартайып барамын деп ойлайтын адам тез қартаяды. Барлығы ұзақ өмір сүргісі келеді, бірақ қартайғысы келмейді. Уақытын босқа өткізетін адам қалай тез қартайғандығын байқамай қалады. Бала кезінде оқыған затты қария кезінде түсінесің. Ата-анамыз бізге өмір сыйлады, олар бізді тәрбиелеп өсірді. Енді олар қартайып, ауырып жатқанда біздің міндетіміз ата-анамызға көмектесу. Осымен қарттар жайлы нақыл сөздеріміз аяқталды. Қорытындылай кететін болсақ, өмірден көрген, түйгені мол ақсақалдармен өзіңнен бір көйлек болса да ерте тоздырған сұхбаттасып, аға буынмен сұхбаттасып, әңгімесін тыңдап, даналығын, әдебін үйренейік. Халқына қамқор болатын қарттарымыз қашанда аман болсын. Егер видео ұнаған болса, Тағдыр Кеме YouTube арнасын жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де қазақша ана тіліміздегі YouTube арнаның дамуына атсалысайық. Подписация батырмасын басып, қоңыраушаның белгісін басып, комментарийға өз пікірлеріңізді жазуларыңызды сұраймын. Назар салып тыңдағандарыңыз үшін көп рахмет.